Сен дәрігерсің, сенің достарыңа автоматически медицинаның барлығын білетін адам боласың. Хоть сен стоматолог болсаң да. Саған келіп мынандай сұрақ қоюы мүмкін. Мен соңғы кездері семіріп кеттім. Енді көп адамның ойынша адам семіреді, көп тамақ жесе, еріншек жатып ішер болса, сондай ой қалып қалған ғой, бірақ олай емес. Тамақтанудың дұрыс болмауы, гиподинамия, ол бір себебі ғана. Көп деген себебі бар. Біз дәрігер ретінде адамды ары қарай жүргізуіміз керек. Зерттеп, дене салмақ индексін өлшеп, шынымен де бұл адам семіз бе, әлде семіз емес пе? Көрсеткіш бойынша соны анықтап алу керек. Одан кейін артық салмақ қосу бұл метаболизмнің бәсеңдеуіне, төмендеуіне күдік. Ол қалқанша безінің гормондарын тапсыруға көрсеткіш. Егер оны тапсырып болып жүректің қызметін, бүйрек үсті безінің қызметін, бауырдың қызметін қарауға үлкен көрсеткіш. Сол себепті біз тек қана сен азырақ тамақ же деп айтуға болмайды. Себебі қанша тамақ жесе де толықтап кете беретін адамдар бар. Оның проблемасы организмнің ішінде. Біз аурудың былай шығып тұрған тамырын ұстайтын болсақ, ауру сразу емделеді. Сол себепті медициналық сауаттылықты біз күнделікті алуымыз керек.